Селям алейкум, сіз юа Қырымда хаберлеріні сейретесіні студияда Евгения Пекунова Чулша. Бүгін бөле хаберлері қындай кетіжеміз. Украин диверсантлары ішінің фигурантлары Москваға вұштыралар. Азат тылген украинлерінің сағлық вазиеті. Ишғалжелер қоры меморий сынырындан кешкен екі украинлыны тәвкейф еттілер. Бұқта Крыминформ информационный агентлігі қабер етмекте тәвкейф тергендерінің бұры Хмельницкий билетінің сәкені о Қырымға жанкой күріш чықыш нұқтасында кечімге істейкен. Екіншісі есе Қырымлы о Ерімададан Эрмени базар күріш чықыш нұқтасында кечіп кетейді. Олар қыдырылмақтаймыш, бір адам дондырыжылықта қабатлана, екіншісі есе қырзызлықта. Олардың адлары да беледігіл, Украина Давлет сыныр қызметінің матбуат кетебі Андрей Демченко ешбір мәліматқа сайыпдығыл. Украин диверсантлары еші бойынша фигурантлар Улған Владимир Дудко ve Алексей Бессарабовны Москваға вұштыралар. Анда октябрінің 15-інде Русия Рухары махкемесінде операцион шекеті бақыладжақ. Бұл ақта Владимир Дудканың оғылы Илья Каберников айты. Оны сөзіріне көре сонки кере о бабасының августында көрішкен еді. Сағлық вазиеті яқшы дегіл, оның хасталықлары қозалды. Аслында қозғалмады да, яне темір берді. Оның тайзлығы артты, девамлы баш ағырсының чекіші. Ашқазан өве құрсағының түбі ағырта, кереклі тебе ярдым аламай. Тәдәве ола, ямен кетіріліп берген апалар нен тәдәве олма әрекет ете. Амма бұл апаларының епісі о сехтиярымнен, екімнің тепсесі олмадан кетірем. 2016 ноябрь дұқызында Ишғал тергені Ахердан Номы Сталин мерkezінің қадимлері тәвкейф тергеніне қатырлатмалы. Нәтижеде Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Владимир Дудко Украина истихбараты үшін Қырымда диверсиялар азырланғанында қабатланды. Украин диверсантлары ұйдырылған ішінің фигуранты Андрей Захты Мефа ақында риза язды. Бұақта оны nëпайы хабер етті. Мен бүгін Мефа ақында ариза язып елінғаныны әдлейчеден өгрендім. Бұқлай бір қарар дөгіл демек мүмкін. Андрейнің бұны қабыл етмесі қиын олды. Дінішудан соң Андрей боле бір қиын адымны атты. Соңғы дықаға қадар о дінішу жедверінде өз адыны тапар деп үміт еткен. 2018 сенесі февраль айында Ишғалжи Қырым Йоқырым Акимесі Андрей Захтайге 6 елік ве 6 ай апыз жазасының 220 бин рублелік жаза тайынленді. Андрей Захтай 2016 сенесі августында тәвкейф тіргенеді. Ол вақыт Ишғалжи түрекесізі қызметі ярымдада теракт азырланған Украин диверсантлары группасының тұтылғаныны ақында білдірді. Русия вежғали тірген Қырымда 113 адам қанусы сапсты тұтылмақта. Бұқта Муцме Людмила Денисова айты. Не қадар адам вежғали тірген Донецк ве Луганск ве әтлеріне тұтылғаны нәліқалы мәліматымыз жоқ. Бұдан қары Людмила Денисова Украиналар азат төліві бойынша музыкерлер девамы тәрежекені айты. Украин президентінің ердімжесі Андрей Ерман украинска правда үшін берген изатында яны Дынышов, яны елдан евел олажығыны айты. Сабық саяси мабус Александр Кольченко Таврия Милей университетінде оқымаға девам еті біледжек. Бұл ақта бізге Таврия Милей университетінің ректор вазифесінің беджерген Владимир Казарин айтты. И он наш студент, теперь он вернулся. О бізім талебеміз артық керек айтты. Айны заманда меселі мектеп аттестатыны да. Егер бұларны эпосы анасыны да сақлап қалмаған олса, әдебі бастасынен теклейміз. О оқымаға девам етті, біз оқытажақмыз оны. О ғайби бөлікте оқойжақ, Қырымда олғаны кібі. Барсын ойлы олсын, ғайби оқу болсын. Мен білесем параллель оларақ о біраз чүнкі отырып келген адамны о яда бұл шекілде сияси көреш бош бірақмас. Олар бұнен оғырашмаға мечбурлар. 2017 сенесі яз вақтында Александр Кольченко Таврия Милей университетінің география факультетінің үшінші курсына қаридан теклене. О 2014 сенесіне қадар анда оқой Челябинск билетінде тұтылғанда Русия всені она дистанцион шекілде оқымаға изин бермей. Чүнки Русияда Таврия Милей университетінің аккредитациясы жоқыды. Александр Кольченко сентябрін 7-сінде Украина ве Русия арасында еплыған дынышу черчевесінде азат етілді. Киевде Феофания хастаханесінде бұлынған 8 украинлының алы критикдігіл бұақта баш екемі Игорь Семенев айтты. Кемлер хастаханеде бұлынған, кемлер ісе башқа хастаханеге кетірілгеніне сейіретіңіз. Кожен абсолютно
Birinin alıp farklı, birinin İngilizce, digeri ağırca ve bunun yalnız alı ziyade ağır olgan kimse yok demek mümkün. Башеким Игорь Семенев азат етілген украинларның тешкерювінің нәтижелері ақында кейеті. Оларнен психологлар çalışа деп айта. На перший момент на сьогодні все-таки виступає. Bugün ilk evvela psikologik tedavi birinci yerde tura. İnanın ki onlara Allah'ın konu esarette olanları hakkında hatırlatıp turgandırlar. Hapishanede yatmak pek kıyın, ağır ve insanın sağlığına zarar vergen şey. Диагнозыны айтмай, чүнки bu ekimlerin sırıdır. Ekimlerin sözlerine göre azat etilgen 11 Ukraynalı arasında hastahanede tek 8'i kalmakta ve Alexander Kolchenko, Vladimir Balokh, Mykola Karpyuk, Pavlo Gryb, Yevgeniy Panov, Artur Panov, Alexey Sizanovich ve Edem Bekirov şu cümledendir. Sonki kardiyologiya bölümüne geçirilecek. Bekirov'nun ömür arkadaşı aytganına göre Rusya'da ona ilaç verilmegeni için onun alı fenalaşkan. Головне зараз, щоб він так і тримався, і щоб ці Энмоймы шоки мевжуд вияны хасталыкларга даянып аякта калмасыдыр. Шымда оны алыны эйлештирежек усулар тапмалы. Станислав Клы Харби хастаханесының махсус бөлігіне кечірілді, чүнки о айры бір тибби ярдымға мұқтач ве Феофанияда бұл ярдымны көстермеге чаре йоқ. Роман Сущенко амбулатория незаретінден кече Олег Сенцов хастаханеде қалмады. 35 Украина vatandaşı şu cümleden 24 denizci ve 11 siyasi mabüs geçken hafta Ukraynaga geri kaytarılgana hakkında hatırlatam. Moskvadan uçup gelgen uçak hususan rejissör Oleg Sentsov'nu, Kırımlı fermer Vladimir Balokh'nu ve FSB tarafından hırsızlangan Pavel Gryb'ni getirdi. Siyasi mabüslerinin 11'isi Borispol'den Feopaniya hastahanesine alıp ketildi. Denizciler ise Arbi Gospital'ge yollanıldı. Aynı zamanda Deniz Şuf çerçevesinde Rusya'ya 35 kişi yollanıldı. Onlar arasında bayvikler Malayziya Boeing uçağının urup düşürülüğünün esası atılgan Vladimir Tsemach, RIA Novosti Ukrayna neşrinin baş muhariri Kirill Vyshinsky de var. Nikita Halkov, Alexey Golman, Alexander Tyminski, Midat Khalil, haberler yuaqırım. Қырым прокуратурасы Украин ватандашы Айша Гафароваға шу бейхында білдірді. Оны ешғал етілген Қырымда Ханусей сәлевлардың тешкіл етмесінде қабатладылар. Бұл ақта прокуратурының мәнбуат кетебі Катерина Диденко айтты. Оны сөзіріне көре Айша Гафарова дебет қайынлығы япқанымыш. Сентябрин кезесінде Русия кеметі ешғал етілген Қырымда кеметінің депутатлары векерлі шыраларының сәлевлары кечіргені қандай қатырлатмалы. Украина тышыш вернізілігінің мәнбуат кетебі Катерина Зеленко бізге бөле жауап берді. Ми нагадуємо, що Автономна Республіка Крим Біздер Қырым Мұхтар Жумхуриеті ве Ахяр шәрі Украинаның вақтынча ешғалдірген топрақлары ұлғананы қатырлатып кешме кестейміз. Оладан ұқыққы жетіні қылқара нормалар белгілей, шунын үшін елі сәлявлар, дінірген сәлявлар Украина анайсасы еле қанынларындан ғайра қылқара ұқықның әсас норма ве принциплеріні боза. Бұл меселе бөлешкен милетет ішкіретінің низамның бесінде Женева мұхавелесі ве бұрсыра дігер весехаларда баш ассамблеялі дігер халқара тәшкілатларының низамнамелерінде ер алмақтадыр. Ишғал етілген Қырымдaki Ханусей сәлевларда адамларының 28% иштирак етті, Ахерда есе 25%. Тюнявын саат 6-да Ишқади Меркези сәлев комитеті более мәлімат берді. 2004 сенесі ишғал етілген Қырымдaki Ханусей сәлевларының нәтижесіне көре, бұл сене сәлевчілардың 17%-ден аз иштирак етті. İş bu insanların ekseriyyet ilhaq başlağanından berli hiçbir saylavda iştirak etmedi. Ayrıca buyuk bir kutleni de 5 yıl evvel sıkırını zapt etip özünün işgalci hükümetini kurgan Rusya'nın kelgenini kullananlar teşkil etti. Bu işanmak demektir. Ишғал етілген Қырым ялыларында фортуна вақтында 6 адам әлі қолған бұл мәліматны ишғаджи МЧС білдіре. 3 адам Ағарач қасабасында, 2 адам Қарлығаш ювасы янында, 5 адам Асан районында әлі қолған. Бұл интернетте де жетірген қадырларда құртырыжылар судан адамны чақырмаға тырышалар, далғаларының yüksектегі 3 метрге етті, елінің дәздегі есе бұл санеде 22 метрге етті. Ишғаджи МЧС фортуна тәнбелевіні сентябрінің 11-не қадар илян етті. Енамыз сонына келді. Мен сіздерге бұл иш аптасында тек қайрылы хаберлер жетмеге тілейм. Сағықын қалыңыз.